Есептеңіз. Мына жерде кубтық түбір берілген. Мына екі санды қосындысын есептеу керек. Кубтық түбір болғандықтан алдымен бірінші біз бұны қандайда бір x деген санға теңестіріп алайық. X-ке теңестіріп алайық. Біздің мақсатымыз сонда x-ті табу. Енді куб болғандықтан екі жағында кубтап жібереміз. Кубтаған кезде a плюс b-ның кубы a куб плюс 3ab жақшаның ішінде a плюс b және b куб түрінде қолданғанымыз дұрыс болады. Сонда қалай болады? Бірінші санның кубы ол 6 қосылған түбір асты 847 бөлінген 27. Қосылған 3 көбейтілген абы. Қосылған 3 көбейтілген. Мына екеуін көбейтетін болса, қысқаша көбейту формуласына келеді. Кубтық түбір 36, яғни a плюс b, a минус b-ға, ол a квадрат минус b квадрат. 847 бөлінген 27.